Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Бүгінгі видеода мен сіздермен ағылшын тілін үйренуге арналған телефондағы құрылғылармен бөлісетін боламын. Кеттік! Солай мен сіздерге қазір топ 10-ды көрсетемін, және ең бірінші орында бізде ол Duolingo. Менің ойымша ең керемет ағылшын тілін үйренуге арналған құрылғы. Себебі ол біріншіден көп тақырыптарды қамтиды, екіншіден бұл кез келген деңгейдегі адамдарға арналған. Және өзім жеке Duolingoның соңына дейін жеткенмін. Біріншіден қызықты, екіншіден оңай. Жеке өзім ағылшын тілін үйренуімді осы Duolingoдан бастадым және өкінбедім. Сіздер де осыны жүктеп алыңыздар. Біріншіден, 21 ғасырда өмір сүріп келе жатқаныңызға сіз рахмет айтуыңыз керексіз. Себебі сіз ағылшын тілін тегін үйрене аласыздар. Ол құрылғылар болсын, видео көру болсын, сондықтан мүмкіндікті жібермеңіздер. Екінші орында бізде Parla X. Parla X'ті да мен соңына дейін өткенмін. Жалпы маған өте қатты ұнады. Сөйлемдердегі қателерді көресіз, өзіңіз сөздік қорыңызды кеңейтесіз. Жалпы міндетті түрде осыны жүктеп алыңыздар. Сөйлем құраудан қателіктер көп жіберсеңіздер, осы Parlaны жүктеңіздер. Сөйлем құрауға көп назар аударады. Үшінші орында бізде лингвист. Бұл жақта көбінесе назар сөзді жаттауға арналған. Сіз көп уақытты үнемдеу арқылы көп сөздерді жаттай аласыздар. Жалпы өзімде сөздік қорының көп бөлігін осы лингвист арқылы жаттағанмын. Сондықтан, егер де сөздік қорыңыз нашар болса, міндетті түрде лингвистке кіріп көріңіздер. Шыны керек, көп сөздерді осы жерден үйрендім, сондықтан сіздер де жүктеп алыңыздар. Төртінші орында бізде grammar test. Бұл жерде атауынан біліп жатқаныңыздай, бұл грамматикалық тестілеуден құралған құрылғы. Түрлі тақырыптардан сіз тесттерді өтесіздер, және мына жақта деңгеймен. Жалпы маған ұнағаны осы. Өзім әлі соңына дейін өтпедім, бірақ маған ұнап жатыр. Бесінші орында ең эффективный дейді ғой, ол ағылшын тіліндегі кітаптарды оқу. Біріншіден сізде оқылу және түрлі сөздермен танысасыздар. Үшіншіден мағынаны түсінесіздер. Төртіншіден өзіңіздің кругозорыңызды кеңейтесіздер. Жалпы кітап оқудың пайдасы өте көп. Сондықтан ағылшын тілінде өзіңіздің деңгейіңізге сай кітап оқыңыздар. Мен осы құрылғыны қолданамын. Бұл жақта ең тиімдісі бірден түсінбеген сөзіңді көре аласың, яғни аудармасы қолыңда тұрады. Көріп отырғандарыңыздай, мына жақта түрлі кітаптардың түпнұсқасында оқи аласыздар, аудармасы да қолыңызда, немесе интернеттен кез келген кітапты жүктеп осы жерден оқи аласыздар. Осы жақында ғана мен Simpler деген құрылғыны өзіме жүктедім. Керемет екен, ұнады, сондықтан сіздермен бөліскім келіп отыр осы құрылғымен. Simpler кейде мені шошытады, себебі менде уведомление ешқандай құрылғыда тұрған жоқ, тек қана WhatsApp-тарда, маңыздыларда. Сосын ойбай деп қарасам, Simpler екен, сондықтан тек маңызды кезінде ғана мен дауыс шығады телефоным. Сондықтан Simpler жақында ғана жүктелгендіктен оның дауысын өшіруге үлгермеппін. Бірақ өзіме ұнап жатыр. Жетіншісі банально естілсе де, бірақ оны көбісі дұрыс қолданбайды. Бірақ егер сіз осы видеоны көріп жатсаңыз, сіз үлкен молодецсіз. Себебі ең күшті менің ойымша платформа ол YouTube. YouTube'да сіз кез келген нәрсені тауып аласыздар. Біріншіден тегін, екіншіден өзіңізді ұнайтын мұғалім тауып алсаңыздар, вообще YouTube'те түрлі қазір ағылшын тілін үйрететіндер қазір өте көп, бірақ қазақ тілінде өте аз. Қайталап кетемін, тіркел. 8-ші құрылғыны да мен жақында ғана осы Simplerмен қосып жүктедім. Ең ұнағаны, мына жақта бізде тыңдау қабілетіміз жоғарыланады. Себебі, мына жақта бізге диалог беріледі. Сол диалогқа сай бізге тест береді. Жалпы қаншалықты сен түсіндің, соншалықты тестке жауап бересің. Менің ойымша бұл үлкен плюс. Көп қолдана бермейтін әдіс. Әртүрлі диалогтарды қамтыған, оған қоса
логичный сұрақтар бар, және соңында аудармасы. Түсінбеген сөздеріңізді сол жақтан көріп, өзіңізге жазып алуға болады. Алдыңғы видеоларда мен осындай сөз айтқан едім, тандемде отырғанда біреумен сөйлесіп дегенде. Тандем деген ол басқа елдегі адамдармен өзіңіздің үйреніп жатқан тіліңізде сөйлеу. Мысалға, кейбірлері қазақ тілін үйренгісі келсе, менімен сөйлеседі. Себебі мен ол жақта өзімнің туған тілімді белгілеп кетемін. Дәл солай, егерде мен ағылшын тілін дамытқым келсе, онда сол туған тілі ағылшындармен мен сөйлесіп бастаймын. Менің ойымша тандем ол керемет желі, басқа адамдармен сөйлесетін. И общение, и білім үйренесіздер. Қандай керемет. 10-шы құрылғымен мен өкінішке орай аз ғана қолдандым, соңына дейін де жетпедім. Бірақ маған бір қандай бір өзінің әсерін қалдырды. Себебі бұл сөздерді үйренуге көп назар аударады екен. Соны байқадым. Және екіншіден ол сапалы. Себебі көбі мен ағылшын тілінде бүйтіп іздеймін ғой құрылғылар, соның ішінде кейбіреулері сапасыз болады. Бірақ бұл осы алдыңғы элита ол Duolingo болса, онда солардың қатарластары. Жалпы былай қолданып көрдім, әсер қалдыра білді. Сондықтан бұл да көбісіне ұнап қалар. Өзіңізге ұнайтын құрылғыны таптыңыз деген ойдамын осы видеодан. Менімен бірге ағылшын тілін үйреніңіздер, маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сонымен сіздермен болған мен Аружан. Сау!